Сәлеметсіздер ме? Орал қаласы нөмір 33 жалпырта білім беретін мектеп директоры Ергалиева Үміт Ильясқызы, мен сіздерге Қазақстандағы білім беру ұйымдарын трансформациялау тәжірибесінен медиа мектеп моделін ұсынғым келеді. Орал қаласы білім беру жүйесінің ұлттық ұстаз онлайн академиясымен серіктестік байланысы 2021 жылдан бастау алды. 33 мектеп, 45 мектепке дейінгі ұйым және 7 қосымша білім беру ұйымының 910 педагог академияның модуль бойынша әзірленген курсынан өтті. Корпоративтік зерделеу мен вариативтік бөлімді күшейту, білім ұйымын трансформациялау, білім беру ұйымдарының қажеттіліктері және шетел тәжірибелерін кіріктірілген курс барысында білім ұйымының командалары Астана және Алматы қалалары мен Ресейдің Қазан қаласындағы алдыңғы қатарлы білім беру мекемелерінің тәжірибесімен танысты. Білім беру тәжірибесін өзгерте алған көшбасшы мектептердегі жаңа инновациялық бағыттарды, озық технологиялардың іс тәжірибеде қолданылуына көз жеткізді. Курс аясында алған білім мен тәжірибе арқылы әр білім беру ұйымының командасы өсу мен даму нүктесін белгіледі. Мүмкіндіктері мен қауіп-қатерді ескере отырып, жаңа модельді жүзеге асырудың кешенді жоспары негізінде өздерінің даму модельдерін анықтады. Осы модельдерді жүзеге асыру бойынша 2022 жылдың 19-20 желтоқсанында Орал қаласында, 20-24 желтоқсанда Астана қаласында форум өтті. Ұлттық ұстаз академиясы ұйымдастырған бұл форумда қазіргі білім беру ұйымдарының үлгілері, білім беру ұйымының цифрлық трансформациясы, білім беру бағдарламаларының реинжинирингі, мұғалімнің мансаптық кәсіби дамуы, қазіргі заманның өзекті тенденциялары, менторинг, толк, трансформация үшін фасилитация, арт технологиялары, геймификация, кәсіптік бағдарлау рөлі, педагогтың жеке брендін дамыту тақырыптарын қамтыды. Қаламызда бірнеше білім беру ұйымдары осы бағытта жаңа модельдер құрылды. Оны әр мектеп өзіндік құрылымына, ерекшелігіне, мұғалімдердің сапасына және материалдық базасына лайықтап жасады. Ендеше өз мектебінің моделін таныстыруға рұқсат етіңіздер. Медиа мектеп 33 моделі. Бүгінгі жаңа моделімді ұсынғым келеді. Қазіргі таңдағы оқушылардың қызығушылығы неде? Бұл сұраққа оқушылардан интервью алған кезде, немесе олармен әңгімелескенде, әрине олардың қызықтыратын әлемі цифрлық дүниелер екені белгілі болды. Олардың блогер болғысы келетіні, камерамен жұмыс істеуге деген ынтызарлықтары, кино әлемі, Инстаграм, Фейсбук парақшаларын әдемі дизайнмен безендіргісі келетіндіктерін жеткізді. Әсіресе жасөспірімдер арасында кең таралған TikTok желісіне өздерінің оқырмандарын көбейткісі келетіндіктерін айтты. Медиа білім ақпараттық ағым дәуіріндегі жасөспірімдер дамуының кемелі. Ендеше біз жаңа мектебімізде оқушылардың бұл сұраныстарын қанағаттандыру мақсатында медиа мектеп моделін енгізуді қолға алдық. Миссиямыз коммуникативтік дағдысы жоғары, танымдық әрекетке қызығушылығы басым, тілдік құзыреттіліктері қалыптасқан креативті түлектер дайындаймыз. Ұстаным қарқынды дамып келе жатырған диджитал медиа әлемінде үздіктер дайындайтын мектеп боламыз деген ұстанымда жұмыс жасауға бағыт алдық. Бұл модельді енгізу үшін неден бастауымыз керек? Медиа клаб кабинеті жасақталуы қажет болды. Бұл әрине жан басынан қаржыландыруды тиімді жоспарлау арқылы жүзеге асырылды. Заманауи технологиялармен жабдықталды. Дыбыстық студия, ұшатын аппарат, 3D принтер, термопресс, жаңа үлгідегі фото, видео аппараттары орналасқан. Екіншіден, оқу жоспарының вариативтік бөлімінен қандай курстар енгізуге болатындығын жоспарладық. Бұларды 3 блокқа бөліп қарастырдық. Бірінші блок 3-4 сыныптар, жас тілші, сценаристер, дикторлар. Екінші блок 5-8 сыныптар, мобилография, фотография, радио жүргізушілер. Үшінші блок 9-11 сыныптар,
Сокиялық медиа маркетинг, әлеуметтік медиа маркетинг, дыбыстық әрлеушілер жаһандық құзыреттілік пәні аясында енгізуге болатындығын жоспарладық. Үшіншіден, әрине тәрбиелік бағытымызда негізгі сабақтардан оралғаннан кейін бала оқуды қуана жалғастыру үшін тиімді жобалар, қызықты акциялар, тартымды тиктоктар, радио хабарламалар жасауға дайындықтар, әр оқушыны жүргізуші, тілші болуға бағыттайтын шараларға алып келдік. Стратегиялық бағытымыздың 4-ші бөлімі осы шығармашылық кеңістікті қалыптастыруда, оқушылардың ойын ашық жеткізуге, көпшілік алдында еркін сөйлеуге, камерамен жұмыс істеуде өзіне сенімді болуға жетелейтін спикерлер құрамы дайындалды. Арнайы тақырыпта вебинарлар, мастер-класстар өткізеді. Стратегиялық бағытымыздың 5-ші бөлімі стейкхолдер. Медиа мектеп келешекте оқушылардың теория мен практиканы ұштастыра отырып, мектеп қабырғасында жүріп-ақ редакциялар мен баспаханалардың, телеарналардың қайнаған тіршілігімен емін-еркін араласуын, кәсіби журналистерден тәлім алып, тәжірибе жинақтауын мақсат тұтады. Бұл мақсатқа жету үшін Ақжайық телеарнасы, ТДК 42, Шабыт орталығы, Қазақ драма театры, фотостудиялар мен серіктестік меморандумдар жасалды. Серіктестермен бірге отырып, бізбен бірге жобасы Фокус, The Film әлеуметтік жобалар жасалуда. Сонымен медиа мектеп моделін енгізу арқылы біздер кімдерді дайындаймыз? Әрине, жас, шығармашылық, креативті оқушыларды. Іс-шараларды жүргізетін сценаристер, дикторлар, мобилография, SMM жүргізушілер, фотографтар, дыбыстық әрлеушілерді үйретіп шығарамыз. Қатысушылар жаңа білімге ие болады, өз бизнесін модельдейді, YouTube арнасында жоба құрады, Instagramда қарқынды дамиды, өз ойын ашық жеткізуді, көпшілік алдында еркін сөйлеуді, камерамен жұмыс істеуді, ең бастысы өзіне деген сенімділік қалыптасып, шығармашылыққа алғашқы қадамдар жасалады. Сіз әлеуметтік желісінде өз аудиторияңызды табуға және қалай қаражат көзіне тез жетуді үйренетін боласыз. Құрметті ата-ана, оқушы, егер сіз көпшілік алдында еркін сөйлеуді, өз ойыңызды ашық жеткізуді үйренгіңіз келсе, егер сіз нақты сөйлей біліп, жағымды дауыс тембрі болса, радио жүргізушісі болуға шақырамын. Жас досым, теледидада сөйлеп жатқан аға әпкелеріндей болғың келсе, қазірден бастап тілші болуға бірге дағдыланайық. Бейнеге түсіру, монтаждау, үздік инстаблогын, мобилография саласын бағындырғың келсе, медиа мектеп сені бізбен бірге болуға шақырады. Бірге медиа әлемінің жұлдызы болайық.